ғажайып қыстың ауа райы. Қыс маусымында коньки, тағы да басқа сырғанау спорттық түрлері керемет өтеді. Ал дәл осындай сәтте бұнымен қатар қауіп те қатар жүреді. Ол қандай қауіп? Яғни қыстың аязында, көшеде немесе бір жерде қалып кеткен жағдайда бұл адамның әрине үсік шалуына алып келеді. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкер Ташен Мұхаммед-Али. Бүгінгі айтылатын тақырып үсік шалған кезде дәрігерге дейінгі көмек. Сол туралы айтатын боламыз. Қыс ауасында бір жаққа саяхаттаған кезде немесе мұз айдындарына барған кезде өздеріңізбен осындай медициналық қорапшаны алып жүргендеріңіз дұрыс, яғни өздеріңізге ыңғайлы етіп. Бұның ішінде өзінің арнайы медициналық құралдары болады, яғни винт, мақта, басқа да заттар. Соны назарда ұстаңыздар. Жалпы осы үсік шалу дегеніміз не? Үсік шалу дегеніміз қыс ауасында, аязда төменгі температураның организмге әсер ету салдарынан бұл қандай ағзаларға әсер етеді? Қай жерге әсер етеді? Ең алдымен шеткі орындар. Бұл дегеніміз, яғни адам саусақтары болса, саусақтың бастарына, яғни саусақтың бөліктеріне, аяқтың саусақтарына әсер етеді. Бұл шеткі ағза. Өйткені бұл жаққа қанның келуі кішкене кідіріледі. Қанмен қамтамасыз етуі кішкене қиынырақ болады. Сол үшін үсуге бейім болады. Ал енді көпшілік адамдар үсік шалуменен және өзінің қатты тоңуды ажырата алмай жатады. Адам тоңған кезінде ол қайша жерден ұстағанмен өзі сезіліп тұрады ол. Ал үсік шалған кезде тіпті қолы, аяғы сезінуден қалады. Яғни сезбей қалады, қатып қалады. Оның түсі өзгереді, бозарып кетеді. Жалпы үсік шалуды негізінен 4 топқа бөлеміз десек, оны өзімізде бергіде ауыр және жеңіл деп 2 топқа бөлеміз. Яғни осы үсік шалуды ауыр және жеңіл деп бөлдік. Ал енді үсік шалудың жеңіл түрі, жеңіл үсік шалу. Бұл кезде қалай білеміз науқаста? Яғни оның қолында өзінің қолғабы болған жағдайда, қолғабын көресіздер, яғни қолғабын шешіп қараған кезде оның терісі бозарып кетеді. Оның қолдары қимылдайды, жұмсақ болады, бірақ өзіне сезілмейді. Оны ұстап қарағанда, неғып қараған кезде өзіне сезілмейді екінші қол әсер етуші. Ал енді дәл осындай жеңіл үсік шалу кезінде дәрігерге дейін қалай көмектесеміз? Бұның ең бір тиімді әдісі, яғни өзіне науқастың жасатамыз. Ол былай. Қолын салыстырып қараған кездерде қолды қып-қызыл болып кетті. Яғни бұндай кезде үсік шала бастаған кезінде, яғни іштен баратын, қанмен баратын жылу өте маңызды. Сырттан ыстық су құйып, онда ештеңе жасамайсыздар. Ал егер үсік аяқта, аяқтың башпайларында болған кезде қалай жасаймыз? Ондай кезде, яғни доп тебу әдісі деп айтамыз ғой, аяқты осы бағытта қимылдатамыз. Аяққа бірте-бірте жылу барады, қанның әсерінен. Әлі осы әдісті жасатқаннан кейін науқасты жылы жерге апарамыз. Одан кейін жедел жәрдемге қоңырау шаламыз. 4, 5, 6, 7, 8 осы. Ал енді үсіктің ауыр түрі, ол ауыр түрін қалай білеміз? Жалпы зардап шегушіні ең алдымен алып келген жағдайда өзінің қолында қолғабының өзін, яғни перчатканың өзін шешу қиын болады. Өте. Бір бақта қатып қалса, тіпті оны бүгудің өзі де, былай бұрудың өзі де қиын болады. Бұндай кезде оның қолын жан-жаққа бұрап, қолына нагрузка түсірудің қажет жоқ. Тіпті қол саусақтарының сынып кетуіне де алып келеді ол. Яғни қол былай бүгіліп тұр, оның қолын тіпті бұрудың өзі қатты болып тұрады. Қиынға соғады ондай кезде. Ал ендеше дәл осы үсіктің ауыр түрінде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз? Ал ендеше кеттік. Үсік шалған адамды көрген кезде, яғни зардап шегушіні мұқият тексеріп шығамыз қарап. Одан кейін уақыт созбай бірден жедел жәрдемге қоңырау шалып болған жағдайды түсіндіреміз. Сосын егер үсік шалудың ауыр түрі болған жағдайда
мұқият қарап, қолымызда пакет немесе салафан болса, соны кигізіп, ішіне ауа қалдырмаймыз. Өзімізде шарп немесе басқа да таңғыш мата секілді заттар болса, сонымен сыртынан айналдыра орап шығамыз. Зардап шегушіні жақын жердегі жылы аймаққа алып барамыз. Жылы аймаққа кіргізіп, одан кейін оған тек жылы су береміз. Кофе, чай, басқа да сұйықтықтардың ешқандай керегі жоқ. Тек жылы су ғана берілуі керек. Зардап шегушіні жылы аймаққа алып келгеннен кейін оған жылы су ғана беріңіздер. Кофе, басқа да заттарды, басқа да сусындарды беруге болмайды. Қара шай, кофе, басқа да. Не себепті бұндай? Сіздерге түсіндіре өтетін болсақ, ең бірінші, үстік пайда болған кезде, үстік шалған кезінде, яғни зардап шегушінің тамырлары тарылып қалады. Бұл аймаққа қан бару мүлде қиындайды. Яғни бірте-бірте осының нәтижесіне жансыздануға дейін алып келеді. Яғни жансызданады қол, дұрыс айтқанда. Бұндай кезде ең бірінші не маңызды? Бұндай кезде ең маңызды науқастың зардап шегушінің өзі ішінен баратын жылылық. Яғни алып келдіңіздер, мәселен салафан кигізіп сыртынан орадыңыздар. Бұл деген бір қалыпты температураны уақытша сақтап тұрады. Одан кейін жоғары жақтарға грелка қоясыздар, ыстық, жылы. Өйткені қан бұл жаққа баратын, қан барып кішкене организм жылыну керек. Ал бұндай кезде есте сақтаңыздар, мұқият ыстық судың қолын ыстық сумен жууға мүлде болмайды. Өйткені сырттан ондай ыстықтың температураның бірден ыстық температураның тию нәтижесінде ол жерде температура қатты өзгеріп кетеді. Мәселен, осының салдарынан яғни науқастың жағдайы күрт нашарлауы мүмкін. Ертеңгі күні қолын ампутация жасап кетуі мүмкін. Осы жедел алғаш көмектің дұрыс көрсетілмеу нәтижесінен. Содан кейін көпшілік халық арасында жіберетін ең үлкен ақымақтықтың бірі, үстік шалған адамның қолын келеттен қармен уқалайды, немесе аяғын қармен уқалайды. Кішкене ойланып басқа салатын болса да, бұның да үлкен қателік екенін айтпаса да түсінікті. Оның қолы үсіп тұр, қатты суықтың әсерінен, оны кеп суықпен уқалайды. Бұлай жасамаңыздар мүлде. Және ең алдымен өздеріңіз айтпаса да түсінікті, жедел жәрдемге қоңырау шаласыздар. Бірақ жедел жәрдемге дейін көмектің осылай дұрыс жасалуы ертеңгі күні зардап шегушінің қалай өмір сүруіне, қалай жақсарып кетуіне қанша 100%, 50% әсерін тигізеді. Сол үшін де бұл видеоны жақындарыңызға міндетті түрде жіберіп, лайк басып, және комментарийге не қызықтырады, қандай ақпараттар қызықтырады, соны жазып кетіңіздер.